Сәлем қайырлы күн оқырман. Бүгін сіздермен дәл осындай бір жасағаннан шығатын шоколадный рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Видео рецепті жоғалтылмастан алдымен каналыма подписаться жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде бір жасағаннан шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Әрі үйдегі бар заттардан жасалатын рулет. Алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстінен какаомызды салып, оның үстіне шекерімізді салып, оның үстінен разъединителімізді салып, барлығын жақсылап қасықтың көмегімен не болмаса венчикпен араластырып алатын боламыз. Барлығын араластырып бір масса болғаннан кейін үстінен 3 дана жұмыртқамызды жарып салып, венчикпен жақсылап араластырып бір келкі масса болғанша араластыратын боламыз. Ешқандай сүт, айран, сұйық май, ешқандай зат қоспаймыз. Дәл осындай 3 дана жұмыртқаны жарып салғаннан кейін осылай бізде жылтыр масса дайын болады. Енді осы массамызды алдын ала пергамент қағаз төселген листімізге құйып, осы массамызды салып алатын боламыз. Және қасықтың көмегімен барлық жеріне бірдей етіп массамызды жайып алатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градуста пешімізде 5-10 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Өте тез піседі. Таза піскенін білу үшін осылай зубочистканың көмегімен тексеріп көрсеңіздер болады. Енді пісіп шыққан рулетіміздің қамырын, тестасын дәл осындай матамызға қойып, не болмаса шаршыққа осылай қойып, бетінен пергамент қағазымызды салып, дәл видеодағыдай етіп орап аламыз. 15 минуттай уақытқа орап қойып қоятын боламыз. Оған дейін арасына жағатын кремімізді дайындаймыз. Мен 20% қаймақтың үстінен сахарный пудрамды араластырып, қасықпен жақсылап араластырып алдым. Өз қалауларыңыз бойынша кремді пайдалансаңыздар болады. Творожный сырмен, сливкимен, не болмаса вареный сгущенкамен, сүтпен де дайындасаңыздар болады. Дәл осындай кремді мен қаймақпен сахарный пудраны араластырып, арасына осындай кремді дайындап алдым. Енді дайын болған кремімізді барлығын дайындап алғаннан кейін 15 минуттан кейін жаңағы рулетіміздің коржын алып, арасын ашып, осы кремімізді жағып алатын боламыз. Достар, менің каналымда 260-тан астам рецептер өте көп. Ішіне кіріп, үйдегі бар заттармен жасалатын рецептер өте көп. Міндетті түрде қарап жасап көрсеңіздер болады. Осылай енді рулетіміздің коржының арасына жаңағы дайындап алған кремімізді жағып, дәл видеодағыдай етіп орап алатын боламыз. Барлық жеріне бірдей етіп, бір тегіс етіп жағып алатын боламыз. Творожный сырын не болмаса сливкимен жасасаңыздар да болады. Біздің креміміз қалыңдау болып шығады сонда. Мен қаймақпен жасадым. Міне дәл видеодағыдай етіп рулетті орап алатын боламыз. Барлық жерін орап алғаннан кейін үстінен өз қалауларыңыз бойынша шоколад пастасын, не болмаса мен сияқты вареный сгущенканы осылайша сәндеп алсаңыздар болады. Осымен рулетіміз дайын. Рецепт ұнаған болса міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.